Сәлем достар, қалдарың қалай? Короче, подружкамның каргосынан Пиндоштағы заттарымды алып келе жатырмын. И осындай подружкам подарка берді жаңа жылға. Қазір үйге барып распаковка жасайтын боламыз. Сәлем достар. Ал кетті қыздар, распаковка Пиндоштан. Пиндоштан. Короче, біріншісін ашамыз. Көп болды бұны күткенімізге. Что это такое? Джинсы. Надо джинсы. Меньше. На ремень помню. На маған келмесе, короче, қосарға едет. Маған не о? Неге мұрса анамын? Дәрмен, біріне. Маған келмей. Короче, не ана? Кофта. Наны қарасы қандай? Мынау пижама, домашняя одежда. Материал қандай күшті. Мягкий ғой прям. Вообще күшті қыздар міне. И мынау шорты. Мынау, короче, вообще классный. Горох еще әдемі. Сразу салып қояйын, кіріп қалады. Бұл свитер, Иә. Мынандай свитер бар ғой, бізде бар ғой, 800 теңге барақ өкіді. Но маған ба? Ну, саған болады ғой. Короче, Аминаға болады ғой. Нешінші размер? С-қа шығар. Жүма. З дейді. Бірақ Маған күшті. Әдемі. Короче, Аминаға. Так, кетті ал. Бұл жерде киімдер қыздар. Мына жерде екі кофта. Короче, мына трикотажный кофта. Біреусі мынандай цвет шоколадный. И біреусі қара. О, күшті екен. Мынандай күшті джинсымен киімге. И мынау қара түсі. Мына материал күшті екен. Маған келе ма, келмей ма? Короче, біз бар ғой, үшеуміз араластырып былай киімдеріміз. Сонысы жақсы қыздар болған. Оверсайз маған. Менің киімдерім оверсайз болады. И мынау тоже күшті екен мынау, да? Кофта. Кофта роза. Трикотажный. Вообще супер. Но маған ба? Мынау кофта. Блин, нам беліне келсіға. Бірақ мынау жоқ, нормально белі. Саған дәл болатын секілді, мынандай әдемі розовый кофточка. Так, ағара ет. Капегей бар ғой. Капегей. Но тоже розовый кофточка. Все, Барби. Стиле Барби. Мынау кәдімгі трикотажный күшті екен материал. Хакен. Көзәр үшеуміз араластырып кие береміз. Материал күшті екен, вообще супер. Так, мынау не что-то үлгі ғой. Оверсайз шығар, Ой, Мына үлкен ғой. Мынандай кофта жоқ, оверсайз. Ема кикөрінші. Трикотажный. Сосын киіп көресің ғой бірінші. Ема качествосы. Іші ғару, качествосы күшті. Еще с начесом. Біз үшеуміз кие береміз. Ма, бірінші. Короче, ауысып кие береміз. Табаққа кетсін. Так, даже бардак болады. Короче, тоже қыздар двойка. Домашний костюм, бірақ на материал вообще супер екен. Күшті. Муслимовый деме, қалай айтшы? Көшін күшті екен на материал. И шалбар. Шалбар да күшті, короче. Онда шалбар да күшті екен. Так, кеттік ал. Мәні киімді тоққа да? Басар қоғым. Да, көз кофта. Әке. Үй, адырыс шылама түсіріп алайық. Мынандай трикотажный күшті, зеленый цвет күшті екен. Не размерлер жазылмаған? Күшті екен. Маған салыпсыз сразу. Чехол. Опять деньги ғой дейін. Короче, мынандай мыналар күшті екен алар. Әдемі. Мынандай орамал.
Мен де жауын дейсің. Мына тоже орамал. Барлығы орамал. Мына, короче, не бар? Басқа жуғанда. Орамал. Шапочка орамал. И мына. И шампунь. Короче, міне қыздар күшті. Тура. Кішкене чуть-чуть үлкен болғанда, бірақ әдемі кофточка екен. Мына бардакты қазір киіп көретін боламыз. Мынандай кофта келді. Бұл мені қылғы. Ал киіп көрсең, оны капюшонмен. Мама мен кейін. Қазір. Ішіне с начосом, қыздар, начоспен. Жұқа емес, начоспен. Күн түсіп тұр ба? Қазір бұлай түш көрсетейін. Абдрашқа тура келеді екен. Сен пижаманы киіп көрсе, ана пижаманы. Неге мынау жүні ма? Ұнатпаймайсың ма? О, мынау, короче, модный спортивка. Немене, бұна басы не болып тұр? Сондай болады қота. Давай. Ойбай құрсын, аш. Қыздар, короче, мынандай джинсы келді маған. Вообще күшті, тура келді размері. И жаңағы розовый трикотажный кофта. Тура екен, короче. Мынан белі қысқа енді, бірақ өзінің модысы сондай болып тұр ғой. Бірақ әдемі екен. Мынаны можно юбкамен киіп алуға. Кофта юбкамен күшті кетеді. Цветі вообще әдемі екен, нежно розовый. И джинсы да тура келе қалған езіш. Короче, осындай. Так, екінші образ. Мынандай трикотажный кофта, бірақ тырысып тұрады екен, кішкене майларым көрініп қалады екен. Бірақ маған осындай однотонный трикотажный кофталар ұнайды. Короче, мынау қоңыры и бір қарасын алғам. Бұл да тоже ұнай. Короче, кішкене арықтау керек. Мынандай майларым көрініп қалады екен. Күшті, бұл да тоже трикотажный кофта. И осының қарасы бар. Мынау қарасы жаңағы трикотажный кофтаның. Бұның да короче, белдері неге қысқа бар. Бірақ енді Қытайдың қыздары мен секілді толық емес қой, бәрі арық олар. Короче, тоже күшті. Материал бәрі күшті екен, созылатын. Күшті кофта. Так, 4-ші образға кеттік. Мынандай ашық розовый кофта. Бұл да кішкене майларымды көрсетіп тұрады. Кішкене емес, ва деп көрсетіп тұрады. Короче, светаның майы деп көрсетіп тұрады. Короче, бұның да материалы бәрі күшті екен. Кішкене ішінегі бәрін көріп қалады екен. Бірақ материалы вообще супер күшті. Отопление и қонақтарға, короче, жақсы екен. И мынандай жасыл түсті кофта. Бұл тоже трикотаж, қыздар. Короче, мен осындай трикотажный кофталарды ұнатам, мынандай вообще. Тонкий материал, сол үшін берген ғой. Бұларды любой нәрсемен киіп кете бересің. Жемпірдің іші болсын, несі болсын. В общем, күшті екен. Бұл кофта тоже күшті екен вообще. Керемет. Кішкене просто мне майларды құрту керек, а так нормально. Нормально уже 40 жасқа да же деп қой дейді. Короче, на кофта да күшті екен. Қазір енді домашний одежданы киіп көрсетемін. Так, қыздар, мынау домашний, короче, пижама ма или домашний костюм ма. Енді на жері резинка, в общем, қыспайды вообще тема. Супер, айнаның на жеріне мән бермейміз. Так, қыздар, өзімен андай чехол келді. $100, короче, кімге ақша керек деп па. Қазір осына не қылам. Менікі бәр доллар болып кетті, өйткені қазір чехолдардың доллар хит болып жатыр ғой. В общем, қазір осына ауыстырып алайын. Мына ескі чехолыма. Қыздар, менің чехолым мынау негізі мықты болған. Мынау бірақ бетіндегі не екен міне сынды, короче. Мынау қаншама ақша енді шашылып қалатын болды. Мына қараңыздар, сынып қалды. Мынау негізі күшті не болатын. Значит, сырты андай стекло секілді ма, пластик секілді ма, сондай болған. Ой, блин, бірақ ұстауға болады. Мынау негізі мықты. Стекло екен ғой. А мынау как гелевый секілді. Мен керісінше қарап қойды. Мына шалды төмен қаратып қойыппын ғой. И мынау пиндуштан келген басты орай салатын жуғанда, короче, орамал. В общем, осы келген пиндудың заттарыма ұнады.
Так что қыздар, қазір қыс демеңіздер, заказ смело берсеңіздер болады, өйткені январдың 31-не дейін заказ не алады екен. В общем, подружкам бар, соның каргосымен товарды алғызып жатырмын. Қыздар, осымен біздің распаковкамыз, влогымыз, видеомыз аяқталды. Видеоның соңына дейін көрген қыздарға көптен көп рахмет. Пока-пока.